Ассаламу-алейкум. Бүгін біз мынадай есікті қалай жасауға болады, программасын қалай істейміз, қандай пышақтар қолданылады, соны түсіндіріп көрсететін боламыз. Қараңыздар, мынадай есік. Сіздерге түсінікті болу үшін мынадай өзгертсеңіздер де болады. Қалай өздеріңізге ыңғайлы, солай істесеңіздер болады. Енді біз осы есікті қалай істеу керек, соны көрсетеміз. Ең бірінші біз арткамға өтеміз. Бағанағы сызбамызды біз импорттап аламыз. Сіздерде тура осылай сілтемесі көрсетілген астыңғы жағында YouTube-тың. Мына жерде мен екінші сабақ деп енгізілген. Окей деп басасыздар. Міне тура осылай. Мына жерде сіздер бірінші тура осылай белгілеңіздер. Артық болған қабаттасқан сызығы барлары осылай қызыл белгімен шығады. Яғни біз мынаны өшіреміз. Басып өшірдік. Өшірдік. Енді қайтадан істесеңіздер, міне барлығы күлгін түсті. Яғни бәрі дұрыс. Енді біз бұны қалай істейміз? Мынаны барлығын өшірейін сіздерге түсінікті болу үшін. Мынау негізгі формасы қалсын. Мына жер тұра берсін. Енді біз қайсыдан бастаймыз? Бірінші сызбасын сызып аламыз. Мынау сыртқа ішіндегі біздің мына жердегі сызық. Мына жердегі мына сызық бар. Енді біз мына сызықты сызамыз. Мына сызықты сызамыз. Қараңыздар, мына жердегі мына сызық. Мына сызығы бізде белгіленген. Енді мына сызығын істейтін боламыз. Ол үшін бізде сызықты бастық ішіне қарай кіргіземіз. Яғни сіз қандай фреза қолданасыз? 90 градустық фреза қолдансаңыз, 8 мм кіргізсеңіз, бұл жерге сіз екі сызықтың арасын 8 мм етесіз. Тура осылай. Егер де 6 мм істесеңіз, 6 мм деп жазасыз. Яғни тереңдігі. Тереңдігі дегеніміз мына жердегі мынау қуыстың тереңдігі. Мына жердің тереңдігі. Сондықтан бізде біз 8 мм деп аламыз. Өйткені бізде 8 мм тереңдікке кіреді. 8 мм деп алдым. Және мына жердегі аралық. Бізде мынау тұрған. Мына жердегі аралық. Мына сызықтан, мына сызыққа дейінгі аралық бізде 20 мм. Бұны біз 20 деп аламыз. 20 деп кіргіземіз. 20. Бітті. Осылай бізде сызба, негізгі сызбасы ішкі жағына фасадты сызбалары сызылды. Енді біз ең бірінші мынау сыртқы сызықтан бастайық. Яғни кесуді ең соңынан бастаймыз. Мына жерде рамкасы, негізі кесілетін жер. Мынадан бастаймыз қазір. Мына жерде біз 90 градустық. Мынаны басамыз. Тура осы жерге өтеміз. Өткеннен кейін бізге бұның тереңдігі қанша миллиметрге кіреді? Бізде 3 мм тереңдікке кіреді. Инструмент бізде 90 градустық фреза. 90 градустық фреза. Параметрлері тура осылай тұрады міне. Өзгерсеңіздер болады. Мынау станоктың басынан істей бересіздер. Бұл жерде ешқандай қатты бір әсер етпейді. Мынаны басамыз. Мынаны және мынаны белгілейміз. Сосын бізде материалдың қалыңдығы қандай? 18 мм материал. Дистің қалыңдығы. 18 деп жаздым. Мына жерге бірінші 90 деп жазайын. Бітті. Бізде сызба сызылды. Яғни гравировка жасалды. Мына жер қарсы былай көрсеңіздер болады. Мынаған өтеміз. Өткеннен кейін мына жерде міне имитация деп тұрады. Бассаңыздар, міне жоғары сапада көруге болады. Міне жерде бізде сызық сызылды міне. Қараңыздар. Ендігі кезекте мына жерді, мынау оюларды осылай белгілеп аламыз. Тура осылай белгілеп аласыздар. Содан кейін траекторияны басамыз. Басқаннан кейін міне мына жердегі Т белгісін өтеміз. Мына жерде біз вдоль деп таңдаймыз. Яғни сызықтың тура үстінен түсу керек. Оның қалыңдығы, тереңдігі 1 мм, я болмаса 1,5 мм деп істесеңіздер болады. Қандай инструмент, қандай пышақ қолданылады бізде? 90 градустық
пышақ қолданылады. Қараңыздар, мына жерде барлығын өздеріңіз қолмен істей берсеңіздер, 5000 десеңіздер де өз еркілеріңізде. Так, осылай болады. Материалдың қалыңдығы 18. Мына жерге мен екінші 90 градус деп жасаймын. Осылай бізде екіншісінде қосайық. Имитациясын көретін болсақ, мына жерде міне сызылды. Қараңыздар. Ендігі кезекте бізде қайсы болады? Енді мына жерде істейміз. Яғни мына жерге де 90 градустық керек. Ол үшін траекторияға өтеміз. Қайсыны басамыз? Мынаны басамыз. Басқаннан кейін тереңдік қанша миллиметр болады? 8 миллиметр тереңдігі. Инструмент. Қандай инструмент бізде? 90 градустық фреза болады. 90 градустық фреза. Мынаны басамыз. Тура осылай өттік. Мына жерде мынаған біз үшінші 90 градус деп жаздық. Бітті. Енгізілді. Яғни біз қайтадан көрсек болады мынаны. Тура осылай. Бізде мына жерде сызылды. Қараңыздар, мына жерде 90 градус көрсетіліп тұр. Енді не істейміз? Енді бұл жерге тағы да 90 градус жібереміз. Яғни төртінші 90 градус. Ол үшін басамыз мына бөлікті. Вдол басамыз. Вдол қанша миллиметр? 8 миллиметр. Тереңдігі 8 миллиметрге кіргіземіз. Инструмент бізде 90 градустық фреза таңдалды. Мына жерге біз төртінші 90 градус деп жазайық. Бітті. Тура осылай. Параметрлері тура осылай кіреді. Мысалы, мынау бізде 8 миллиметр тереңдікке кіретін болса, өзі қақ 2-ге бөледі. Яғни бірінші жолы 8-ді 2-ге бөледі. Бір жолы 4 миллиметр, екінші жолы 4 миллиметр кіріп, 2 қадаммен өтіп шығады. Түсінікті ғой. Сосын бағаны есептеп кеткен бұл. Енді бұның имитациясын көрейік қазір. Имитациясын көреміз. Мына жерде міне тура осылай шықты. Енді мынау қалған бөлікті біз жонып тастаймыз, алып тастаймыз. Қалған бөлікті қалай алып тастаймыз? Бұл жерде біз тура осылай белгілей алмаймыз екеуін. Сондықтан барлығын көрінбейтін қыламыз. Траекторияларын бәрін көрінбейтін қылдық. Енді екеуін shift'ті басып тұрып қатар белгілеп аламыз. Міндетті түрде shift басып тұрып екеуін қатар белгілейсіздер. Сіз қайсысының ішін аласыз? Мысалы, мен мынаның ішін алатын болсам, осылай екеуін белгілеймін. Егер де мынамен мынаның аралығын алып тастау керек болатын болса, осы екеуін белгілеймін. Shift басып тұрып, екі аралықты белгілейміз. Белгілегеннен кейін траекторияға өтеміз. Өткеннен кейін мына жерде бөлік бар, осыны басамыз. Басқаннан кейін бізде қанша миллиметр тереңдікке кіреді? 8 миллиметр болса 8 деп жазамыз. 8 деп жазғаннан кейін инструмент, қандай инструмент бізде? 8-дік, 9-дық. Мысалы, менде 8 миллиметрлік пышақпен алып тастаймын. 8 деп жаздым. Егер де сізде үлкен фреза болатын болса, 15-16 болатын болса, 16-ны істесеңіздер болады. Ол үшін бізде жылдам болу үшін үлкенірек фреза болатын болса, сонымен істегендеріңіз дұрыс болады. Инструмент, добавить инструмент. Бізде концевая фреза болады. Мына жерге сіз қандай фреза бар сізде? Мысалы, 15 болатын болса, диаметрі 15 деп жазып қойсаңыз болады. 15 миллиметр. Мына жерде 15 шага бізде 6. Мына жерге біз 50. Мына жерге жазасыздар. Шпинделдің айналу жылдамдығы сізде 18 мың болса 18 мың. Мүмкіндігінше 20% жеткізбей жазғандарыңыз дұрыс болады. Мына жерге 5 мың. Мына жерге біз 3500 деп жазайық. Окей деп жазамыз. Бір рет басамыз. Не бізде инструмент осылай қосасыздар. Егер де сізде болмаған фреза болатын болса, осылай қосып істесеңіздер болады. Мына жерде смещениені таңдайсыздар. Қазір растр мен смещение екеуінің айырмашылығын қараңыздар. Мысалы, басамыз. Растрымыз тура осылай істейді. Мына жерге барады, істейді, көтеріледі, қайтадан мына жерге. Яғни көп уақытта ауада жүргізеді. Ауада істейді. Яғни
көтеріліп түсіп сізге уақытыңызды алады, яғни ұзақ уақыт істейді. Ал смещение қоятын болсаңыздар, мына жерде жылдам, яғни 2-ақ рет айланып өтіп шығады. Тура осылай істесеңіздер болады. Енді мысалы мен мына жерде инструментімді өзіме 8-лік фреза жүргізе салайын сіздерге түсінікті болу үшін. 8-лік фреза істедім. Бастым. Смещение қоямыз. Айландырамыз. Мен қараңыздар, мына жерде мынау 4 рет жүріп өтті. Бағанағы 15-лік фреза 2-ақ рет жүрді. Түсінікті ғой. Жалпы бұл уақыт жағынан ұтылып тұр, бірақ мына жерде қосымша жұмыс жасамайтындықтан мен осы 8-лік фрезаны қолдандым. Сіздерге түсінікті көрінуі үшін. Бірке өтеміз қазір. Айландырып көрсек болады. Міне, бізде істеліп болынды. Яғни істеліп болдық. Істеп болдық. Енді сыртқы өлшемін бізде кесіп алу ғана қалды. Кесіп алу үшін бізде сыртқы рамканы таңдаймыз. Өлшемді. Таңдағаннан кейін траекторияға өтеміз. Мына жерде мына бөлімді басып сыртқы, яғни наружный. Кәттік. Мына жерге бізде инструменттің қалыңдығы. Инструменттің дисктің қалыңдығы 18 болса, 18, 18-де 3 болса, 18-де 3 деп жазсаңыздар болады. Көбінесе бізде 18-де 2, 18-де 3 болады. Яғни сондай допускпен алсаңыздар, сізде дисктіңіз толықтай кесіп алынады. 18-дің тура өзін жазсаңыз, не жетпей қалуы мүмкін, толықтай кеспей қалуы да мүмкін. Сондықтан бізде 18-де 2 деп жаздық. Мына жерге бізде 8 мм. Сіз 6 мм фрезамен кессеңіз де болады. Мен 8 мм-ті көрсетейін сіздерге. Осылай мына жерге кесу деп жазайын. Кесу деп жаздым міне. Кесу, бастық. Мына жерде бізде жұмыс жасалып болды. Кесуді басамыз қазір. Міне. Кесіліп алынды. Енді осы имитацияға өтеміз. Имитацияға өткеннен кейін мына жерде міне удалить отход деген бар. Яғни артық бөлімді алып тастаймыз. Мына үстін бір-ақ рет бассаңыздар жеткілікті. Қазір бұл көрінбей қалады. Удалить отход. Қазір не кеспей жатыр ол? Қазір өшіріп тастау керек. Міне өшірді. Өтті. Енді осының сіздер материалды таңдай аласыздар. Қандай материалдан жасайсыз мысалы. Жай өзіңізге түсінікті көруге ыңғайлы болу үшін осылай біреуін таңдайсыз. Мен мынаны таңдадым. Минут бастым, міне тура осылай көрінді. Енді біз осыны бұлай өзгерте аламыз. Я болмаса бұлай да қойсақ болады. Қараңыздар. Сонымен бізде бұндай фасадты жасауды үйрендіңіздер. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Бұл сызбасы төменгі сілтемеде көрсетілген. Сау болыңыздар.